Қайырлы күн, қазақ елі. Сіздермен бірге мен, Мадина. Балмұздақ жайлы қызықты деректер. Бұрында балмұздақ бай адамдардың ғана тағамы болған. Ал қазіргі таңда ол әрбір адам үшін қолжетімді. Көпшілік білмейтін ерекше фактілерді ұсынамыз. Ең қымбат балмұздақ алтын деп аталады. Ол ақш-та сатылады және бағасы $1000. Балмұздақты мыңдаған жылдар бұрын ежелгі Қытайда жасаған. Европаға оны алғаш болып сол елде саяхатта болған Марко Поло әкелген. Оның негізгі тұтынушылары балалар және 45 жастан асқан адамдар. Дәрігерлер тамақ ауруын алдын алу мақсатында осы тағамды жеуге кеңес береді. Жыл сайын әлемде 15 миллиард литр тұтынылады. Құрамындағы ең маңызды компоненттердің бірі ауа. Басты өндіруші және тұтынушы Америка құрама штаттары. Орташа есеппен алғанда, әрбір америкалық жылына 20 килограмм балмұздақ жейді. Ғалымдар ол адамның көңіл-күйін көтере алатынын дәлелдеген. Сонымен қатар, оны жейтін әйелдердің бала көтеру мүмкіндігі жоғары болады деген мәлімдеме жасады. Оның картоп, сарымсақ, пияз, балық және тағы басқа заттардан жасалатын түрлері бар. Ең үлкен балмұздақ Канада елінде жасалған. Оның салмағы 10 тоннаны құрайды. Эскимо деп аталатын мороженое түрін Кристен Нельсон есімді кондитер жасап шығарған. Жазғы уақытта 1 минутта 20 балмұздақ сатылады. Әсіресе жексенбі күні сауда жақсы жүреді. 2007 жылы америкалық халық балмұздақтарға $12 миллиард ақша жұмсаған екен. Бұл тағамды француз императоры Наполеон және ақш президенті Томас Джефферсон қатты ұнатқан екен. Құрамындағы қант оның қорытылуын баяулатады және жер бетінде ең көп таралған түрі ванильді балмұздақ. Португалияда үй жануарларына арнап қантсыз балмұздақтар өндіреді екен. Мексикадағы ең танымал десерт қуырылған балмұздақ. Ресейде балмұздақтан тұратын ақшақар жасалған. Оның биіктігі 2 метр, ал салмағы 300 килограмм болған. Ең арзан түрі көмірден жасалған балмұздақ. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алла разы болсын.